Ассалаумағалейкум. Жеті күн тілшілері және мен Дархан Әбдуахит аптаны қорытындылаймыз. Әуелі аңдатпа. Тұңғыш ресми сапар Мысыр басшысы Әбдел Фаттах ас-Сиси Қазақстанға келді. Қандай келісімдер бекітілді? Атамекеніне оралған ағайынды қолдау, лаңкестік пиғылдағы идеологтар мен қылмыскерлерден сақ болу, Ақордада қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Неліктен қаржылық заң бұзушылықтар 3 есеге көбейді? Қайтарылған ақша қанша? Елбасы есеп комитетінің есебін тыңдады. Жылдам жететін жедел жәрдем, оңай алатын анықтама, емделуші туристер, отандық медицинадағы жаңашылдықтар жайында айтамыз. Мысырмен ынтымақтастыққа келгенде бірінші деген сөз көп айтылады. Каир Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен барған араб елінің алғашқы астанасы. Сол араб елдерінің ішінде Египет бірінші болып Қазақстанда өз елшілігін ашты. Оған дейін тәуелсіздігімізді тұңғыш танығандардың қатарында болды. Енді Әбдел Фаттах ас-Сисидің Мысырдың президенті болып сайланғаннан кейінгі Орталық Азияға ресми сапарын Қазақстаннан бастау әлгі мен айтқан біріншіні бекемдей түседі. Араб көктемі деген атаумен әлемге әйгілі революциялық оқиғалардың салқынын Мысыр әлі де сезіп отыр. Бірақ қазіргі биліктің біраз түйткілдің түйін тарқатуға келгенде әрекеті табанды. Бұдан бөлек көп векторлыққа негізделген, соның ішінде Азияға ерекше көңіл бөлінген саяси бағыт жемісті бола бастады дейді мамандар. Біздің ел әлемдегі ірі астық экспорттаушылардың қатарына кіретін, ал Египеттің жылына 7-10 миллион тонна бидайды импорттайтынын ескерсек, ұланғайыр мүмкіндіктерді көреміз. Сондықтан да болар Нұрсұлтан Назарбаев Мысыр президентімен кездесуінде ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастыққа ден қойды. Тек 2006-2010 жылдары Қазақстан перғауындар еліне 1 миллион тоннадан астам астық жөнелткен екен. Әбдел Фаттах ас-Сисидің Қазақстанға ресми сапары сәтті болды. Тараптар көптеген жобалар жөнінде уағдаласты. Мұхтар Ыбырайымның материалы. Жаңа кезеңінің бастауы. Біз Мысыр тарапына елімізде бірлескен дәрі-дәрмек шығаратын кәсіпорын ашуды ұсынып отырмыз. Тарихы тамырлас екі ел ынтымағының келешегі қандай? Қиын-қыстау кезеңде Қазақстанның Мысырға көрсеткен қолдауын ұмытпаймыз. Бағзыдан бастау алатын байланыс. Сонау 13 ғасырда Мысырды басқарған бейбарыс бабамыздың сара жолы пирамидалар елімен ұлы даланы байланыстырып тұрғандай. Әбдел Фаттах ас-Сиси сапары серіктестікке соны серпін берді. Нұрсұлтан Назарбаев алыстан келген әріптесін сән салтанатпен қарсы алды. Соңғы рет Мысыр басшылары Қазақстанда 10 жыл бұрын болған. Одан бері заман өзгерді. Каир саяси күйзеліске ұшырап, екі бірдей революцияны басынан өткерді. Осылайша Египеттің 6-шы президенті Әбдел Фаттах ас-Сиси билік басына күрделі кезеңде келген. Қиындықтарға қарамастан Астана мен Каир саяси экономикалық байланыстарды сақтап қала алды. Ендігі кезек оны нығайту болмақ. Құрметті президент мырза, сіздің тұңғыш сапарыңыз біздің елге және президент болғалы бері біздің өңірге Қазақстанға ең бірінші аттың басын бұрып отырсыз. Сіз Египет халқының басшылығына өте қиын қыстау заманда келдіңіз. Болған қантөгістерден кейін, революциядан кейін елге үлкен сенім жолдап, ауызбіршілікпен сізді сайлады. Ол үшін біз қуанамыз. Жоғары мәртебелі президент мырза, өзіңіз білетінде Египет басшылығы және Египет халқы Қазақстанмен ынтымақтастықты өте жоғары бағалайды. Қиын-қыстау кезеңде Қазақстанның Мысырға көрсеткен қолдауын ұмытпаймыз. Бүгінгі сапарымыздың мақсаты барлық салалар бойынша екі ел арасындағы байланысты ынтымақтастықты одан әрі дамыту. Мен соған үміттенемін. Былтыр екі ел арасындағы сауда-саттық 50 миллион долларға жуықтаған. Дегенмен әлеует бұдан зор дейді сарапшылар. Қазақстан көбіне көп астық пен майлы дақылдар, күкірт, темір экспорттайды. Айтпақшы, Мысыр әлемде бидай импорттаушы елдердің алдыңғы қатарында. Жылына 8 миллион тонна сатып алады. Ал қазақ елі астатөк астықтың алтын ордасы. Сондықтан египеттіктер Жерорта теңізіндегі Думят пен Александрия портында Қазақстан терминалын салуға ұсыныс білдіруді. Бұл Египетпен бірге Африканың өзге де елдеріне астық тасымалдауға жол ашады. Ауыл шаруашылығы саласында ұзақ мерзімге байланыстар жасау. Мысыр елі
астықты ең көп сатып алатын мемлекет, біз ең көп экспорттайтын мемлекет. Қазақстан астық экспортындағы әлемдік көшбасшыларының бірі. Сондықтан 2006-2010 жылдары Қазақстан Мысырға 1 миллион тоннадан астық жіберіп отырған. Осы бағытты одан әрі өркендететін боламыз. 2010 жылдары Египетке астық тасымалдау бәсеңдеп кетті. Оған араб көктемінің де әсері болды дейді мамандар. Нұржан Мұхамеджановтың айтуынша, қазір қазақ кәсіпкерлері мысырлықтармен бұрынғы байланыстарды қайта жандандыру үстінде. Жылына 8 миллион тонна астық экспорттайтын еліміз үшін қажетті нарық бұл. Главой нашего государства дан стимул. Елбасы Шығыс және Солтүстік Африка елдеріне астық тасымалдауды күшейтуді айтты. Қазіргі кезде логистикалық бағыттар қарастырылуда. Ескі байланыстармен қатар тасымалдаудың жаңа жолдарын іздеп жатырмыз. Алыс-беріс жаңа қарқынмен жаңғырады деген ойдамыз. Қазір екі елдің денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастығы өрге басып келеді. Мысыр сапалы дәрі-дәрмек шығарады. Енді біздің елде бірлескен фармацевтикалық зауыт ашпақ ойы бар. Инвестициялық жобалардың тағы бір парасы бойынша келіссөздер жүріп жатыр. Олар туризм мен ауыл шаруашылығын қамтиды. Ал жақын арада Fly Egypt әуе компаниясының екі ел арасында тұрақты рейс ашуы іскерлік туристік қатынастарды тек нығайта түспек. Мысырда фармацевтика саласы өте жақсы дамыған. Біз өзара іс-қимылды осы салада дамытуға мүдделіміз. Елімізде қазірдің өзінде Мысырдың 40-қа жуық дәрі-дәрмегі 30 шақты медициналық ұйымдары тіркелген. Біз Мысыр тарапына елімізде бірлескен дәрі-дәрмек шығаратын кәсіпорын ашуды ұсынып отырмыз. Мысырлық іскерлер Каспий теңіз жағалауындағы курорттардың құрылысына инвестиция құю және Алматы облысының құс фабрикасын салу мәселесін қарастыруда. Біз бұны қолдаймыз. Мысыр Еуразиялық экономикалық одақпен де әріптестіктің аясын кеңейтуге мүдделі. Еркін сауда аймағын құрып, бірлестікпен бірге өркендесем дейді. Бұл орайда Қазақстанның ықпалы зор дейді экономист Владимир Тельнов. Біздің ел биыл бұл ұйымға төрағалық етуде. Ішкі дағдарыспен қатар сыртқы күйзеліске ұшыраған Мысыр қазір мейлінше жаңа нарықтар іздестіріп жатыр. Бұл орайда Еуразиялық экономикалық одақ таптырмас, әрі ірі сауда серіктес саналады. Экономикасын оңалтып сырт елдермен сауда-саттықты қайта күшейту үшін әріптестікті кеңейту керек. Сондықтан еркін сауда аймағын құруда Қазақстанның алатын рөлі ерекше болмақ. Ресми Каир Астана бастамаларын қолдап келеді. Еліміз өткізген іргелі халықаралық шаралардың басы қасында болды. Енді экспо көрмесіне де қатысуға қызығушылық танытып отыр. Сапар аясында қол қойылған екі құжаттың бірі халықаралық көрмеге қатысу жөнінде. Атомды бейбіт пайдалану мен мәдени гуманитарлық сабақтастықты тереңдету жайы сөз болды. Бұрында да Мысыр елінің жастары Қазақстанның университетінде оқып білім алатын. Біздің де жастарымыз әсіресе қазіргі уақытта дұрыс бағыттағы ислам білімін алуға Әл-Азхар университетіне жіберіп отырады. Сонымен қатар исламофобияның таралуына, дініміздің терроризм мен жиһандық байланыстыруына қарсы күш-жігер жұмылдыруға біз талап білдіріп отырмыз. Бірге шара қолданатын боламыз. Осы кездесуде мүдделеріміз ортақ екендігіне тағы бір рет көз жеткіздім. Бұл біздердің бірлесе табысты жұмыс жасауымызға негіз болады. Қазақстан мен Египет қарым-қатынасының болашағы зор. Мені шақыртқаныңызға алғыс айтқым келеді. Ерекше қонақжайлылықтарыңызға риза болдым. Тараптар ғарыш саласында одан әрі зерттеуге ниетті. Бұған негіз жоқ емес. Перғауындар елінің жерсеріктері кезінде Байқоңырдан көкке көтерілген еді. Осылайша Қазақ-Мысыр серіктестігінің жаңа дәуірі басталды. Шақыртуды қабыл алып, ынтымақтастықты нығайтуға келген Сисиге елбасы алғыс айтты. Араб тілінде. Ахлен ва сахлен фи Қазақстан. Айта кету керек, Мысыр басшысы Қазақстанға Азия турнесі шеңберінде келді. Астанадан ол Жапония мен Оңтүстік Кореяға аттанды. Мұхтар Ыбырайым, Жұмағали Біргебаев, Жетігін, Президент телерадио кешенінің көмегімен. Еуразиялық экономикалық одақтың түбі пайдалы боларына елбасы шүбә келтірмейді. Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Тигран Саркисянмен кездескен Нұрсұлтан Назарбаев бірлестікті дамыту жайында әңгімелесті. Сондай-ақ ұйымға мүше елдердің жаһандағы қазіргі жағдайдағы ортақ іс-қимыл стратегиясын талқылады. Не потому, что что-то случилось в наших экономиках, а вот падение цен на энергоресурсов, на материальные ресурсы и вообще
которые по цене давали там объем товарооборота, они упали. И в этих условиях найти другие способы не так просто. Поэтому всем членам комиссии, всем правительствам надо работать, чтобы не получилось, что все эти издержки якобы из-за Евразийского экономического союза. Нет. В конечной полезности этого интеграционного объединения у меня никаких сомнений нет. Тем более, что есть желающие создать свободную экономическую зону, вступить в этот экономический союз, потому что все видят перспективы. Кризисы приходят, уходят, а весь потенциал 2 триллиона с лишним общей экономики наших, он остается. И количество населения, которое потребляет экономику, тоже остается. Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Қазақстан президентінің одақтың жалпы даму стратегиясы бойынша ұстанымы елеулі екенін айтты және қазіргі қызметтің негізгі бағыттары туралы баяндады. Я хотел бы поблагодарить вас за... Еуразиялық экономикалық одақтың даму стратегиясын сізбен талқылау мүмкіндігіне ие болғаныма алғыс білдіремін. Себебі сіздің позицияңыз біз үшін маңызды. Биыл Қазақстан бұл бірлестікке төрағалық етуде. Сондықтан жаңа интеграциялық үрдістерге серпін береді деген ниеттеміз. Сонымен қатар сіздің одаққа мүше мемлекеттердің басшыларына арналған үндеуіңізді егжей-тегжейлі зерделеуді тапсырдым. Сондағы негізгі жайттарды жүзеге асыру үшін тиісті жоспар құрылды. Алқа төрағасы атап өткен үндеуді президент ақпан айының басында жариялаған болатын. Онда Нұрсұлтан Назарбаев 2016 жылда одақтың үшінші елдермен және негізгі интеграциялық бірлестіктермен экономикалық қатынастарды тереңдету жылы деп атауды ұсынды. Негізгі серіктестермен және дамып келе жатқан жаңа нарықтармен сауда-экономикалық байланысты кеңейту Еуразиялық экономикалық одақтың бүкіл құрлықтағы рөлінің артуына серпін беруі тиіс. Бұл бағытта Еуразиялық экономикалық одақ пен жібек жолының экономикалық белдеуін құру бойынша бастаманы түйістіру, Шанхай ынтымақтастық ұйымымен және Еуропалық одақпен ынтымақтастықты дамыту маңызды. Осыған орай 2016 жыл одақтағы елдердің және Шанхай ынтымақтастық ұйымы еркін сауда аймағын құру бойынша практикалық жұмыстың басы болуға тиіс делінген үндеуде. Экспо құрылысында кешеуілдеу жоқ. Бұл жайында Ақордада халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Лассерталиспен кездесу кезінде президент айтты. Кездесуде көрмеге дайындық барысы пысықталды. Бас хатшы бұған дейін құрылыс алаңына барып, жұмысты өз көзімен көргенін, қазіргі қарқынға қуанғанын жеткізді. Экспо жыл соңына дейін салынып бітеді. Содан соң көрмеге дайындық басталады. Іргелі іс-шараны ұйымдастыруға Висенте Лассерталис ұдайы көңіл бөледі. Сол үшін Нұрсұлтан Назарбаев алғыс білдірді. Хочу благодарить вас за постоянное внимание проведению Экспо в Казахстане и нашим делам. Я постоянно слежу за ходом строительства, подготовки. Вам, наверное, доложили, что отставания от графика у нас нет. Задача поставлена к концу этого года строительные дела закончить и начать подготовку к самой выставке. Архитектуралық көзқарас тұрғысынан барлық ғимараттар үйлесімді, ал функционалдық тұрғыдан бәрі ойластырылған әрі ыңғайлы салынуда. Құрылыс кідіріссіз, тіпті кестеден оза жүргізіліп жатыр. Негізгі мазмұндық жабдықтау бағдарламасы өте салиқалы әрі айқын. Енді павильондардың ішкі сапалық мазмұны оған жауапты компанияларға байланысты. Айта кетейін, Висенте Лассерталис Экспо 2017 көрмесінің халықаралық қатысушыларының жиналысына келген болатын. Бұл басқосуда 102 елдің өкілі төбе көрсетті. Жалпы әлемнің 75 мемлекеті мен 14 халықаралық ұйымы көрмеге қатысатындықтарын растаған. Астанада өткен жиында Экспоға дайындық барысы баяндалды. 24 қонақ үй мен 4 жатақхана бой көтереді, әуежай кеңейеді, темір жол терминалы салынады, 350 автобус жолға шығады. Әлемдік экономикалық дағдарыстың теріс ықпалына қарамастан, мемлекет әлеуметтік міндеттемелерді мүлтіксіз орындайды. Сонымен қатар қорғаныс, қауіпсіздік және құқық салаларындағы тәртіптің қажетті деңгейін сақтап қалады. Сейсенбі күні президент Ақордада қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Қауіпсіздік кеңесінің бүгінгі отырысында біз қабылдаған бұрынғы шешімдерімізді, бағдарламаларының орындауын тыңдайтын боламыз. Бірінші мәселе мен екінші мәселе мен ішкі миграция, сыртқы миграция жөніндегі барлық екі мәселені қараймыз. Солардың ішінде елдің барлық саладағы қауіпсіздігіне істеліп жатқан жұмыс қазіргі. Болашақта қандай жұмыс істеуіміз керек, төңірегіміздегі болып жатқан ахуалды сараптауымыз керек. Соның бәрін жасаймыз. Миграция жөнінде мәселелер айтатын мәселелеріміз көп.
ақылдасып бірге шешімдер қабылдауымыз керек. 15 жылда қабылдаған біздің шешімдеріміздің қалай орындалғанын қарау мәселесі. Екінші жағынан жаңағы мен айтқан көші-қон мәселелер, миграция мәселелері жөнінде. Миграция мәселесін реттеу ісіне келгенде нақты екі мақсат бар. Экономикалық өсімді ынталандыру үшін еңбек ресурстарын, соның ішінде Қазақстанға қайта оралған қандастарымызды және жоғарғы білікті шетелдік мамандарды ел ішінде жүйелі түрде орналастыру қажет. Бұл бір. Екіншіден, халықаралық террорлық топтардың идеологтары мен үгіттеушілерін, қылмыскерлерді, заңсыз мигранттарды елімізге кіргізбеу керек. Миграция саласында біздің қандастарымыз басқа елдерден қайтып келе жатқандарға жұмыс орындарды және білім беру, одан кейін Қазақстан аймақтар бойынша тиімді пайдалану жөнінде жоспарлар белгіленіп, тиісті мемлекеттік органдарға тапсырмалар берілді. Ерекше атап өту керек, біздің конституциямыз екі елдің азаматтығын рұқсат етпейді. Сондықтан осы екі елдің азаматтығын алдын алу және басқа елдермен бұл мәселе жөнінде мәліметтермен алмасу жөнінде Сыртқы істер министрлігіне және Ішкі істер министрлігіне тапсырмалар берілді. Жер телімдерін басып алу, бекітілген ережеге бағынбай құрылыс жұмыстарын жүргізу. Отырыста осы сынды әрекеттердің жолын кесу жайы айтылды. Ал экономиканың екпінін бәсеңдететін жаһандық факторларды, көршілес аймақтардағы діни экстремистік және террорлық сипаттағы қатерлерді елбасы елеулі қауіптердің қатарына жатқызды. Бұдан бөлек Нұрсұлтан Назарбаев дағдарысқа қарсы тұру үшін қоғамды ұйыстырудың маңыздылығын атады. Отырыс барысында құқық қорғау органдарының қызметін жетілдіру, қоғамдық тәртіпті сақтау мәселелері қаралды. Ұлттық қауіпсіздік стратегиясының орындалу барысы баяндалды және ұлттық қауіпсіздіктің түрлі бағыттары талқыланып, әрбір бағыт жөнінде нақты тапсырмалар берілді. Атап айтқанда, экономикалық қауіпсіздік саласында үкіметке және жергілікті органдарға жұмыс орындарды сақтау, жалақысын уақытында төлеу және экономиканы диверсификациялау жөнінде тапсырмалар берілді. 1 триллион 300 миллиард теңге. Былтыр есеп комитеті құны осынша көлемдегі заң бұзушылықтарды анықтады. Бұрнағы жылмен салыстырғанда бұл 3 есеге көп. Ал орны толтырылуға тиіс 129 миллиард теңгеге жуық қаржының 87,2 миллиард өтелген. Елбасының қабылдауында болған республикалық бюджеттің орындалуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы Қозы-Көрпеш Жаңбыршин осылай мәлімдеді. Мына отчетыңда 3 есе көбейді деп. 3 есе көбейді, иә. Неден көбейді, қай жағынан көбейді? Ол бір мәселе, екінші мәселе, біз мемлекеттік аудит жөнінде заң қабылдадық қой. Иә, заң қабылдадық. Заңға байланысты палатаның, счетный палатаның жағдайы, дәрежесі, алына қойған мақсаттары ұланғайыр үлкен болды. Ішкі аудит, сыртқы аудит деген тек қана қаржы мәселесі емес, мекеменің барлық жағынан істейтін жұмыстың тиімділігін бағалау. Осы жұмыстың ауқымы да көбейеді, мамандық та көбейеді. Ертең ол бағаның барлығы дұрыс болмай шықса, мамандарлығын адамдар болмаса, одан түк шықпайды. Бюджеттік және басқа заңнамаларға бағынбаған 141 тұлға әкімшілік, 271 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Құқық қорғау органдарына 40 материал жолданды. Кездесудің қорытындысы бойынша мемлекеттік аудит және қаржы бақылау органдарының тиімділігін арттыру үшін мемлекет басшысы бірқатар тапсырмалар, нақты тапсырмаларды берді. Оның ішінде біріншіден мынау мемлекеттік аудитқа көшу жұмыстарын ерекше бақылауда ұстау үшін. Миграциялық дағдарыс, лаңкестікпен күрес, Сириядағы және Украинадағы ахуал. Бұл тақырып Венада өткен Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының қысқы сессиясында талқыланды. Жиынға 50-ден астам елдің өкілі қатысты. Қазақстандық делегацияны Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев бастап барды. Ол өз сөзінде Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзара сенімнің нығаюына сеп болуы керек дей келе, кәрі құрлық елдерінің кейбір мемлекеттердің парламентшілеріне қатысты қолданып отырған шектеулерімен келіспейтінін айтты.
Біз парламент депутаттары мен төрағаларына визаға қатысты шектеу қойып, форумға қатысуына кедергі келтіру әрекеттерін қолдамаймыз. 21 ғасырдың саясатында жаһандық тұрғыда экономикаға кесірі тиетін санкциялар мүлдем болмау керек. Ал шектеу қою бұл тек Біріккен Ұлттар Ұйымының құқығы, сонда да тек ерекше жағдайда қолданылуы тиіс. Ұлт пен ұлысты үйістіріп отырған Қазақстан Халқы Ассамблеясының атынан мәжіліс депутаттығына сұнылатын 9 үміткердің тізімі жарияланды. Кандидаттар қатарында мәжілістің 5-ші шақырылымында қызмет атқарған Роман Ким, Ахмет Мурадов пен Юрий Тимошенко. Егемен Қазақстан газетінің президенті Сауытбек Абдрахманов және ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко бар. Ал қалған 4 үміткер этномәдени орталықтардың басшылары. Осылайша ассамблея құрылғалы бері 3-ші рет парламентке өз өкілдерін сайлауға мүмкіндік алып отыр. Ал орталық сайлау комиссиясы осы аптада маслихат депутаттығына үміткерлерді тіркеуді аяқтады. Байқаушыларды аккредиттеді. Индира Жылқайдарова рет-ретімен баяндайды. Сайлау жөніндегі конституциялық заң бұзылған жоқ, бірде-бір шағым тіркелмеген. Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос бақ өкілдеріне осындай ақпарат берді. Ол саяси партиялардан, азаматтардан, яғни барлық тараптардан келіп түскен өтініштерді қарау тәртібінде түсіндірген болатын. 20 қаңтардан 22 ақпанға дейінгі аралықта жолданған 44 өтініштің дені сайлау науқанына қатысты болған. Поступивший обращение. Оның 42%, яғни 19 мәжіліс депутаттарын сайлау кампаниясына қатысты, оның 4-еуі қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялардан келіп түсті. 11-і жеке тұлғалардың өтініші. 3-еуін бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері жіберсе, 1 өтінішті облыстық сайлау комиссиясы жолдапты. Басқа 10 өтініш сайлау заңнамасы нормаларын түсіндіруге қатысты болды. Тағы екеуінде сайлау комиссиялары мен кандидаттар туралы мәлімет сұралған. Заңға сай олардың барлығына дерлік жауап қайтарылып, 4 өтініш тиісті органдардың қарауына жіберілген. Ал сейсенбі күні мәжіліс сайлауына 800-ден астам шетелдік байқаушы келетіні белгілі болды. Олар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы және ТМД байқаушылар миссиясының өкілдері. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Татьяна Хлопкова осылай деді. Бұған қоса шетелдік 99 бақ өкілі келетіні расталды. Долгосрочные наблюдатели миссии. Демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі бюроның ұзақ мерзімді байқаушылары қазірдің өзінде ел аймақтарында жүр. Онда сайлау компаниялар қызметіне науқанға дейінгі және кейінгі кезеңде мониторинг жүргізетін болады. Ал қысқа мерзімді байқаушылар тек сайлау күні жұмыс істейді. Ал сәрсенбіде барлық деңгейдегі мәслихат депутаттығына үміткерлерді тіркеу аяқталды. Кандидаттар саны 10.825. Олар үгіт насихат жұмысына кірісті. Орта есеппен бір орынға 3 адам таласады. Ал Астанада 10-нан бетер. Бір орынға 5 адам көз тігіп отыр. 3407 үміткерді саяси партиялар, 17-сін қоғамдық бірлестіктер, 7401-і өзін-өзі ұсынғандар. Комиссия мүшелерінің айтуынша биыл кандидаттар саны әлдеқайда көп. Біз барлық тіркелген 10.825 кандидаттың жерлердегі проблемалық мәселелерді шешу бойынша сайлау алдында бағдарлама алдында өз идеялары мен ұсыныстарын ұсынатынына және республиканың сайлау заңнамасына сәйкес сайлаушылар дауысы үшін адал бәсекелестік күрес жеткізгеніне сенеміз. Сондай халықаралық ұйымдар мен шет мемлекеттерден тағы 103 байқаушы аккредиттелді. Всего на сегодняшний день Бүгінге дейін 260 байқаушы тіркелді. Оның 155-і Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі бюро, ТМД миссиялары мен ислам ынтымақтастығы ұйымы және шет мемлекеттерден келетін байқаушылар. Айта кетейік, шетелдік байқаушыларды тіркеу 14 наурызға дейін жалғасады. Индира Жылқайдарова, Азамат Сәметов, Жетігін. Биылғы жыл отандық медицина үшін өрелі өзгерістердің бастауы болмақ. Жаңа мемлекеттік бағдарлама бекітілді. Сол бағдарламаның аясында мәселен қоғамдық денсаулық қызметі құрылады. Әлемде әлдеқашан мойындалған бұл жүйе аясында Қазақстанда да біраз шаруа атқарылмақ. Діттегеніміз инфекциялық емес аурулардың алдын алу. Себебі жалпы статистиканы қарайтын болсақ, еліміздегі өлім-жітім мен ауру сырқаудағы жұқпалы дерттердің үлесі небәрі 3-5%. Көбіне көп адамдардың денсаулығына қоршаған орта, дұрыс тамақтанбау, салауатты өмір салтын ұстанбау секілді жайттар әсер етеді. Осыдан барып онкология, жүрек қан тамырлары ауруларының салмағы басым. Енді профилактикалық тексерулер үшін емханаға бару міндет емес.
халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жазылып анықтама алуға болады. Жыл сайын Қазақстанда 8 миллионға жуық адам профилактикалық медициналық тексерулерден өтетінін ескерсек, бұл ұзын-сонар кезектің азаюына айтарлықтай әсер етеді дейді мамандар. Инвестиция тарту бағдарламаның бір тармағы бизнес пен мемлекеттің әріптестігін дамыту, сол арқылы жеке клиникалардың санын көбейту көзделген. Бұған медициналық сақтандыру жүйесі сеп болады. Сонымен қатар мектеп медицинасы білім беруден денсаулық сақтау жүйесіне беріледі. Ал санитарлық авиация, жедел жәрдем мен телемедицина бір жерге біріктіріледі. Саламатты Қазақстанның жалғасы, денсаулық деп аталатын бағдарламаның жаңалықтары жайында Бағдат Бектұрғанқызы айтып береді. Қазір мен айталам, бірде-бір ауруды бұл саладан біз шетелге жібермейміз. Республикалық жедел жәрдем координациялық орталық құрамыз. Сақтандыру медицинаның бірінші мәселесі мынау біз беріп атқан медициналық жәрдемнің сапасын көтеру. Елімізде санитарлық авиация, жедел жәрдем және телемедицина бір ұйымға топтастырылады. Тозығы жеткен материалдық базаны жаңартып, өзара іс-қимылды ортақ дәрежеде жақсартудың бір жолы осы. Енді бірыңғай диспетчерлік орталығы құрылады. Жедел жәрдемдегі инфрақұрылымды дамытуға жеке меншік секторда атсалысады. Жаңашылдықтың алғашқысы Астанада енгізіледі. Жедел медициналық көмек шақыртуға такси пайдаланылады. Сол арқылы науқасқа 10 минутта жету жоспарын орындау көзделген. Шетелдік статистика деректеріне сүйенсек, төтенше жағдайлар кезінде науқастардың 90%-ын уақытылы дұрыс көмектескен жағдайда құтқарып қалуға болады. Сондықтан медицина мамандарының жедел жәрдем көрсетудегі іс-қимылын жетілдіруге мән берілмек. Жалпы жоғары және орта буын қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда тәуелсіз бағалау жүйесі енгізілуде. Біріншіден ол жаңағы теориялық білім деңгейін анықтау, ол үшін жаңағы тестовық сұрақтарға жауап беру керек. Екінші кезеңде ол жаңағы тәжірибе деңгейін анықтау, ол үшін жаңағы симуляциялық робот манекендерде өзінің тәжірибесінің, өзінің практикалық жүзіндегі білімін деңгейін анықтау. Ол бақылауды жүру үшін тәуелсіз сарапшылар жаңағы білімі терең, жоғары деңгейдегі білікті мамандар оған тартылатын болады. Отандық медицинаға жеке инвестицияларды көптеп тарту жоспарда бар. Мемлекеттік жеке меншік серіктестік аясы кеңейеді. Бұл бизнес өкілдерінің медицинаға қаржы салуына мүмкіндікті арттырады. Көрсетілетін қызметтің сапасын жақсартады. Осы ретте міндетті медициналық сақтандырудың енгізілуін іскер азаматтар құп көріп отыр. Әрбір қадам ол жерде анықталады. Әрбір қадам сол нәрсе тексереді. Адам қаншалықты барып дұрыс ем алды, қаншалықты емі бұл адамға жәрдем берді, сол дәрежеге шейін тексерді. Содан кейін барып, ол адамға мемлекет, болмаса страховой компаниялар соған ақша төлейді. Онсыз бұл барлық жақтан медицинаның сапасын көтереді. Жеке клиника шетелдің бірнеше емханасымен әріптестік қатынас орнатқан. Жамбас, тізе сүйектерін ауыстыру, жұлынға операция жасау секілді жоғары технологияны қажет ететін операцияларды жасайды. Магнитті резонансты томография, сандық рентген секілді жабдықтардың озық түрлерін алған. Биыл денсаулық сақтау саласына мемлекеттік бюджеттен 800 миллиард теңге бөлінді. Оның көп бөлігі озық технологияларды ендіруге, трансплантологияға бағытталады. Медицина кластері негізінде қызмет сапасы жақсарып, туризм дамиды. Қазір біздің дәрігерлер шетелден үйренетін емес, шетелдіктерді емдейтін дәрежеге көтерілді. Үкімет өте үлкен қаржы бөлді. Бұндай қаржыны басқа мемлекеттерден бөлген мемлекеттер жоқ деп айтуға болады. Бірнеше саладан жаңаша медициналық орталықтар ашылды. Бүгін табыстабатындай мүмкіндігіміз бар. 2-3 саланы бұрын болмаған. Бұл мидың қан тамырының ауруларын емдеу, омыртқа мен жұлынның ауруларын емдеу, және де бас мидың ең тереңде жатқан ісіктеріне хирургиялық операция жасаудың түрлерін, соларды өзіміздің тәжірибемізге кіргіздік. Мидың зақымданған қан тамырына операциялар қазір өз елімізде жасалады. Бұрын мұндай сырқатқа шалдыққандар шетелге сабылатын. Дәл қазір мұнда күрделі операциялардың бірі жүргізіліп жатыр. Жалпы ұлттық нейрохирургия орталығы аз уақыттың ішінде сапалы медициналық қызметтің озық заманауи үлгісін қалыптастырып үлгерді. 7 жылдың ішінде 50 жаңа технологияны тәжірибеге енгізіпті. Мұнда елмен келушілердің қатарында қазір
шетелдік азаматтарда көбейген? 200-дей ауруға, біз шетелдік ауруларға осы орталықта медициналық көмек көрсетіппіз. Біздің орталыққа тек қана операция жасау үшін Тәжікстан елінен, Ресейден, Өзбекстаннан, қазір жайлап Турция елінен келіп жатыр. Денсаулық бағдарламасына сәйкес елімізде қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі құрылады. Профилактикалық тексерудің тәртіптері жаңарады. Азаматтардың жұмысқа тұруы немесе оқуға түсуі кезінде дәрігердің қабылдауына жазылып, медициналық анықтаманы алуы халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы реттеледі. Ал мектептерде оқушыларды сауықтыру мен тамақтандыруға қатысты жаңа талаптар енгізіледі. Бүкіл мектептердегі арналасқан медициналық пункттар біздің денсаулық сақтау жүйесіне ауыстырылады. Келесі жылдан бастап біріншіден осы қаржыландыру мәселелерді шешуге мүмкіндік ашылады. Екіншіден біздің денсаулық сақтау жүйесіндегі өткізіліп жатқан профилактикалық осмотрлар және скринингтарға қосуға мүмкіндік ашылады. Тағы бір маңызды жоба электронды денсаулық сақтау төлқұжатын енгізу. Онда адамның туғаннан қартайған шағына дейінгі барлық қажетті деректер құпия түрде сақталады. Дәрігерлер тек енгізу коды болғанда ғана картаға өзгерістер енгізе алады. 2019 жылға қарай халықтың 50%-ын электронды төлқұжатпен қамтып, медициналық ұйымдардың 80%-ын бірыңғай желіге қосу жоспарда. Ауруларды басқару тәсілі де кең қолданысқа енбек. Бұл тың жоба Солтүстік Қазақстан мен Павлодар облыстарында артериалдық гипертензия, созылмалы жүрек кемістігі және қант диабеті бойынша тәжірибе жүзінде қолға алынған. Биылдан бастап мұндай денсаулық мектептері 5 аймақта құрылады, ал 2 жылдан соң барлық аймақтардағы емханаларда жұмыс жасайды. Қазіргі кезде пилотты аяқтаған кезде партнер пациент пен дәрігер өзінің ауруын қалай жақсарту үшін партнер ретінде, дос ретінде бірге ықыласпен қарап отыр. Мына денсаулық мектебіне келіп жүргеніме 1 жылдай болды. Бәрі жақсы, врачтар, терапевттар, мына медсестралар бәрі жақсы қарайды, тексереді, қанның нормасын, холестерин, сахар бәрін. Бұл 2019 жылға дейін жоспарланған кешенді шаралардың бір парасы ғана. 7 бағытты айқындап алған бағдарлама іске асырылған жағдайда отандық медицинаның әлеуеті арта түсіп, қызмет сапасы жақсара бермек. Бағдат Бектұрғанқызы, Әбдез Рахманұлы, Бекболат Базаров, Арман Данышбаев, 7 күн хабар агенттігі. Біз бағдарламаны жалғастырамыз. 7 күнге денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова сұхбат берді. Министр ханымнан саладағы өзгерістер жайында толығырақ сұрауды жөн көрдік. Сұхбатты әріптесім Зайнұр Байжігіт алды. Тамара Қасымқызы, алдымен уақыт тауып бізге сұхбат беруге келіскеніңіз үшін рахмет. Алғашқы сұрақ, мына 5 жылдан бері жүзеге асып жатқан жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасына қатысты. Осы бағдарлама аясында былтыр қанша адам жұмыс тапты және қандай мамандықтар бойынша? Осы 2011 жылдан бері бағдарламамыз аясында біз 655 мың азаматты бағдарламамызға тарттық, жұмысқа орналастық. Ал енді 2015 жылдың қорытындыларына келетін болсақ, өткен жылдың өзінде 156 мыңнан астам азаматтарды бағдарламаның аясында жұмысқа тарттық, оқуға тарттық. Жалпы негізде келетін болсам, сол 156 мыңның 142 мың азаматтары тұрақты және уақытылы жұмыстарға тартылды. Біз тек қана азаматтарды келген бар жұмыстарға жіберместен, егерде мамандығы жоқ болатын болса, біріншіден жұмыс оқытып, мамандық беріп, сонан кейін барып, жұмысқа тұрғызу мәселесін қарастырамыз. Жұмыстан қысқартпау жөнінде көптеген меморандумдар жасалуда. Ондайше қазір жұмыстан қысқарту деректері неліктен орын алуда? Мұны қалай түсіндіруге болады? Қазақстанның экономикасы жаһандық экономиканың бір құрамдас бөлігі деп айтуымызға болады. Біз жалғыз мемлекет ретінде қалыптасқан жоқпыз ғой. Біздің жан-жанымызда да үлкен мемлекеттер бар. Олардың экономикасындағы болып жатқан өзгерістер біздің экономикамызға да қатысты. Сондықтан да қазіргі уақытты біз жаңа экономикалық уақыт деп айтуымызға болады. Әрине 100 мыңнан артық қазір меморандумдар жасалынған. Бұл 2.400.000 азаматтарды біз осы меморандумдарға бойынша жұмыс берушілер жұмыс орындарын сақтап қаламыз деп отыр. Бұл жөнінде біз біздің жұмыс берушілерімізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы әлеуметтік
социальный ответственность дейміз, әлеуметтік жауапкершілік біздің жұмыс берушілерде қазір жақсы орын алып отыр деп айтуға болады. Бірақ әрине енді әрбір мекеменің өзінің қаржылық жағдайы бар, сондықтан да жаңағы мына гибкий режим деп айтып жатырмыз. Соған өткізген азаматтар бар, уақытша 50% еңбек ақысын жібереді, немесе уақытша еңбек отпускаларына жіберіп жатқандары бар. Әрине қысқартқандары да бар. Қазіргі таңда 16 мыңға жуық азаматты осындай гибкий режимге жіберілді. Әлеуметтік атаулы көмекке қатысты. Осы көмекке арқа сүйеп жұмыс істегісі келмейтін азаматтар бар ма расымен елімізде? Егер де мына жергілікті әкімшіліктердің хабарына берген ақпаратына сүйеніп айтатын болсам, 2015 жылы 38 мың азамат бізде атаулы әлеуметтік көмек алды. Соның 29% жұмысқа жарамды азаматтар. Ал енді балалар жәрдемақысын 551 мыңдай балалар алды, соның 306 мыңдай ата-анасы ғой енді. 55% жұмысқа жарамды азаматтар. Әрине енді негізінен атаулы әлеуметтік көмекті де балалар жәрдемақысын алып отырған азаматтардың көпшілігі 70% ауыл азаматтары. Сондықтан да осы ауыл азаматтарына атаулы әлеуметтік көмек беру мәселесін осы 3 жылдан бері біз жаңа бір форматта өткізіп жатырмыз. Егер де атаулы әлеуметтік көмекті алатын болсаңыз, сізге қосымша жаңағы жұмыспен қамту бағдарламасына барып оқуға, немесе жұмыс шағын несие алуға, немесе басқа егерде өзіңіз қалайтын болсаңыз басқа жерге барып жұмыс істеуге мүмкіндік беру мәселесін қарастырып отырмыз. Қазір кейбір қазақстандықтар мүгедектік жәрдемақыға ілігу өте қиын дейді. Көп құжат жинау керек дейді. Осы рас па? Бұл мәселе меніңше мынадан көтеріліп отқан болу керек деп ойлаймын. Бұрын жаңа азаматтарымыз медициналық сараптамалық орталыққа келіп мүгедектігін алады. Сонан кейін ол жаңағы выпискасын алып, анықтамасын алып, ГЦВП-ға барады, зейнетақы орталығын, сол жерде мүгедектігі жөніндегі жәрдемақының құжаттарын тапсырады. Одан кейін тағы да сол анықтаманы алып, аудандық сабис дейміз ғой бұрынғы, әлеуметтік қамсыздандыру орталығына ол жерге барып қосымша қажетті әлеуметтік көмегін алады. Сондықтан әр мекемеге барып уақытын өткізетін. Сондықтан осы қиыншылық көбірек болатын. Біз биылғы жылдан бастап қазір пилотты түрде жүргізіп жатырмыз. Сол медициналық сараптамалық комиссияға келген кезде бірден егер де мүгедектік белгіленетін болса, онда ол кісінің құжатын зейнетақы орталығына да сол сараптама комиссиясы қабылдайды. Аудандық әлеуметтік қамсыздандыру бөліміне де сол сараптама қабылдап, мүгедектігін алған азамат сол бір жерге барып, 3 жерге қажетті құжаттар тапсырып алуы мүмкін. Соңғы сұрақ ол міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты. Осы жүйенің басымдықтары қандай? Біріншіден, мемлекет өзінің азаматтарға деген қаржысын жұмыс істей алмайтын азаматтарға неактивный население деп айтамыз, зейнеткерлер, мүгедек азаматтар, содан кейін балалар, кәмелетке жасына жетпеген, аналар, көп балалы. Осы кісілер бізде 8 миллионнан артық азаматтарды құрап отыр. Қазір соған мемлекет толық қаражат бөліп, оларға толық медициналық көмекті көрсетіп отырады. Ал енді жұмыс берушілер өзінің қолындағы азаматтарға жұмыс істеп жүрген жарна төлеп, оны жұмыс істейтін азаматтарға медициналық көмек көрсету мәселесін қарастырады. Жалпы біріншіден әрине бұл денсаулық сақтау саласына деген қаржының көлемін үлкейтеді. Біріншіден, ал екіншіден әрбір азамат Қазақстандағы жарна төлеп отырған, немесе мемлекет жарна төлеп отырған медициналық мекемеге барып, осындай қажетті көмекті көрсету керек екендігін, оның жаңағы қажетті көлемі осыдан кем болмау керек екендігі жөнінде правасын айтады. Біріншіден, екіншіден медициналық мекемені өзі жеке таңдай алады, немесе өзінің жаңағы жәрдем алатын врачын өзі жеке таңдай алатын дәрежеде болады. Тамара Қасымқызы, сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Сізге де үлкен рахмет. 2016 жылы әлеуметтік салаға 3 триллион теңгеге жуық қаржы жұмсалады. Осы аптада Сенатта республикалық бюджет таныстырылды. Жаңарған құжатта қосымша қаражат қарастырылған. Мәселен, бұған дейін білім мен ғылымға 399 миллиард теңге көзделсе, осы жолы оның мөлшері 454 миллиард теңгерді. Ауыл шаруашылығына берілетін қаржы да 27 миллиард теңгеге көбейді. Көлік инфрақұрылымын дамытуға 466 миллиард теңге бөлінді. Бюджет ақшасы ең әуелі дағдарысқа қарсы тұрудың шұғыл шараларына бағытталады. Нақты қолға алынатын жобалардың арқасында 60 мың жұмыс орны пайда болады.
Жұмыс орындарын көбейтіп, салық түсімдерін молайтып, шығарылған өнімді еселеу ісіне келгенде отандық кәсіпкерлікке артылған үміт үлкен. Сондықтан олар осы жолда назардан тыс қалмайды. Ұлттық қордан, зейнетақы қорынан алынған ақшаның бір бөлігі бизнесті өркендетуге жұмсалады. Іс бастаймын деген адамға мемлекет қолдау көрсетеді. Кедергілердің жолын кес-кестейді. Әсіресе ауылдағы ағайынның тұрмысын түзеу үшін бұған дейін бірнеше бағдарлама түзілді. Алайда нәтиже қандай, сұраныс бар ма? Жеті күннің тілшісі Сәкен Сейітханұлының зерттеуі. Төмен пайызбен несие беріледі. Қазір бюджетті санап отырмыз. Даму қоры кәсіпкерлерді қолдауын жалғастырады ма? Жақсы бір пландарыңыз болса, сол қаржының арқасында бәрі шешіледі деймін. Міне, бизнес жоспарымыз дайын болды. Бірақ қаржының жоқтығы қол бойлы болып тұрған қараш. Айтпақшы, несие алсақ қайтеді? Несие дейсің ба? Ақша алам деген оңай ғой, бірақ оның артынан қаншама құжаттар жинау керек, ары-бері жүгіру керек қой. Иә. Қолы қимылдамағанның ауызды қимылдамайды ғой. Иә, дәл осылай кәсіп ашып, шаруасын жиратып жүргендер жеткілікті біздің елде. Даму қорының жәрдем арқылы да жұмысын жүйелегендер баршылық. Мұнымен қоса, енді наурыз айынан бастап елімізде кәсіпкерлікті жетілдіру тағы жеделдейді. Яғни, шағын несиелендіру бағдарламасы бастау алады. Ынталы азаматтарға несие беру жобасының бастамашысы ұлттық кәсіпкерлер палатасы. Алмекс компаниялар тобының қолдауымен олар 1 миллиард 200 миллион теңгені кәсіп ашамын дегендерге қайтарыммен үлестіреді. Біз қазір әр бақта, біз айтып бір финагентпен қызмет жасайық деп отырып. Болмаса өзіміз инфо ашамыз. Соны біз қазір бюджетті санап отырмыз. Инфоның бюджеті қанша болады? Болмаса оның қаражатына аз керек болса, оны 7% емес, мүмкін 5% болады ма? Одан аз болады ма? Болмаса бір разовый комиссия болады ма? Жауапты мекеме маманы несиенің пайызы тым төмен болатынын айтты. Бұл не деген батпан құйрық дерсіз бәлкім. Мұндағы қаржыны айналымға салған компанияға пайыздық үстеме керек емес. Сол сома қайтса болғаны. Егер біз құрылыс салуға қаржымызды салсақ, ал товар алуға және қаржы керек. Айналымға қаржы керек. Бұлардың бәрі түгел ақшаға кеп тірелгендіктен мемлекеттің егер орта және кіші кәсіпкерлерге өте төмен пайызбен көмек беретін болса, ол ары қарай біздің осы қазіргі дүниежүзілік дағдарыс кезінде өте үлкен бір көмек болар деп ойлаймын. Шағын несиелендіру бағдарламасы аясында кәсіпкерлер 1 миллионнан бастап 15 миллион теңгеге дейін ақша алады. Бірақ кепілдік қоюға міндеттеледі. Сондай-ақ қаржының мақсатты түрде жұмсалуын тағы қадағалайды. Бизнес ашамын деп той жасап, болмаса көлік алсаңыз, бұл астыртын әрекетіңіз үшін бармақ тістеп қаласыз. Оны біз 2 айдан кейін барып тексереміз. Не алды? Малды алса, барып құжаттарын сұраймыз. Малдың қай жерін алып атқан. Басқа бірнесе магазин ашатын басқасына ашса, онда бәрін тексеріп аламыз. Міндетті түрде ол ақша өз алған мақсатына пайдалану керек. Несиені қайтару шарттары қолайлы. Палата мамандары сізбен келісе отырып, берешек мерзімін белгілейді. Астық өнімдерін өндіретін кәсіпорынға осы қаржыны жұмсау мүмкін. Яғни ол жаздың белгілі бір уақытында ғана ол жаңағыдай оны егіні уақытымен пысқанша, оның жаңағыдай сұраныс көздерін анықтағанша ол уақыт керек. Яғни бұндағы бір артықшылығының өзі ол осы тиімділікке жету кезіне дейінгі уақытта жаңағындай қайтарым жағынан бір жеңілдіктер бар. Яғни демалыс каникулдар беріледі. Ескеретін жайт, шағын несиелендіру бағдарламасы тек шағын қалалар мен аудандық және ауылдық аймақтарда жүзеге асырылады. Үлкен қалалардағы кәсіпкерлер қолдаудан қағылдық деп қынжылудың қажеті жоқ. Өйткені даму қорының жәрдемі жалғасып жатыр. Бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы арқылы екінші деңгейлі банктен несие рәсімдесеңіз, 7%-ын қор субсидиялайды. Нарықты қарасақ, шағын несие беру ұйымдары қаржыны аз беріп, мерзімінді қысқа етіп қойған. Сол ақшаны жұртшылық алып, уақытылы қайтарып жатыр. Ал қайтарымы төмен. Болмаса алған ақшаның орнын толтыра алмай жүргендер, олар үлкен кәсіпорындар. Өйткені олар тәуекелді көп қажет етеді. Мәселен, осы уақытқа дейін даму қорының қолдауымен 7 мыңнан аса жоба қаржыландырылған. Сондай көмекке ие болған кәсіпорынның бірі Марқатай.
Бұл скотч затын шығаратын мекеме жұмысын 2006 жылы бастаған. Ал осыдан 3 жыл бұрын қордың көмегіне жүгініп, қондырғыларын жаңалап алған. Сауда ақшамен домалайтын нәрсе. Егер ақшаңыз болмаса, сіздің миыңыз қандай жақсы істеп тұрғанымен де саудаңызды ол түбі қаржылық жағдай адамды қинап жүретін жай. Сондықтан қаржылай көмек берілсе, егер сіздің саудаңыз ары қарай өзіңіздің талабыңыз болса, жұмысыңыз егер жақсы бір пландарыңыз болса, сол қаржының арқасында бәрі шешіледі деймін. Сондықтан даму қорының беріп отырған бұл көмегі біз кәсіпкерлер үшін алып айтқанда өте үлкен көмек. Көмектің арқасында көптеген кәсіпорындар осылай жұмысын жандандырып отыр. Дағдарыс деп дағдармай, бұл кәсіпорын енді Қарағанды облысынан цех ашуды мұрат қылған. Демек өнімге сұраныс бар. Сұраныс бар жерде пайда болады. Нәтижесінде жұрт жұмысқа тұрады. Сәкен Сейітханұлы, 7 күн. Бұл аптада маңызды оқиғаларға толы болды. Солардың негізгілеріне қысқаша шолу. Мұнай бағасы тұрақталмаса, Қазақстан өндіріс көлемін азайтуы мүмкін. Бұл туралы энергетика министрінің орынбасары Әсет Мағауов хабарлады. Айтуынша, қара алтын құны $40 дейін өскен жағдайда еліміз биыл 77 миллион тонна мұнай өндіреді. Егер баға $30 көтерілмесе, өндіріс көлемі 74 миллион тоннаға дейін қысқарады. Оңтүстік Қазақстан облысында күл-қоқысты қайта өңдеп, электр энергиясын шығаратын зауыт салынады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметіндегі есебі барысында өңір басшысы хабарлады. Бейбіт Атамқұловтың айтуынша, жоба шаһарды тұрмыстық қалдықтардан тазартып қана қоймай, аймақтағы қуат көзі тапшылығын жоюға мүмкіндік береді. Елімізде үлескерлер мәселесі келер жылдан қалмай толық шешіледі. Бұл туралы ұлттық экономика министрінің орынбасары айтты. Қайырбек Өскенбаевтың дерегінше, қазір Қазақстанда 12 тұрғын үйдің құрылысы аяқталмаған, оның 11-і биыл, қалған біреуі 2017 жылы қолданысқа беріледі. Өтемақы алу туралы тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне 467 мыңнан астам салымшыдан өтініш түскен. Бұл мәліметті банктың басқарма төрағасы жариялады. Айбатыр Жұмағұловтың айтуынша, әзірге 50 мың азаматтың өтініші мақұлданған. Былтырғы тамыз айындағы теңге бағамының өзгеруіне байланысты өтемақы төлеуге 20 миллиард теңге қарастырылып отыр. Еліміз өмір сүру үшін ең арзан елдердің бестігіне енді. Рейтингті америкалық Go Banking Rates қаржы порталы түзген. Баға нарқына зерттеу жасаған портал мамандары біздің елде азық-түлік құны Нью-Йорктегіден 74% арзан екенін анықтаған, қызмет көрсету бағасы 68%-ға төмен көрінеді. Өтіп бара жатқан апта осындай оқиғалармен есте қалды. Келесі сенбіде жүздескенше сау болыңыздар.